Birinci Allah razı olsun. İkinci yana sizlerge Allah'ın razı olsun. Çünkü ata-analarla hakem duran ben alemin unutulgalarını izliyorum. Sonuçta bütün dünya üstünde canı çökmüş yatkan çolunda bәрінде зекмеле жатқан ұлыларды. Өйткені айтайын тұра нәрсем, қазір енді кешірім сұраймын енді. Бізде қазір көбімізде ұлы тұлға дайындау бәріміз айтамыз, мынадан дейміз, жөнінде емес. Ең бірінші тәрбие береді. Ата-аналар қазір тәрбие бермейді. Мына қарап, ол ата-ана айтады, мен мектепке бермейді, жүрсіз. 1 жас, 2 жас, 3 жас, 4 жас, 5 жас, 6 жыл ұстағаннан кейін барып мектепке кетіп беріп тұрсыз. Осын жаңа балдардың жаңа өзіне санасына қимаса қазір. Сондықтан бәріміздің қазір бүкіл әлемнің бәрінде біз қатық болған бір-біріне жүдіріп. Менде қармасы жоқ. Сондықтан төбе деп айтайын, жаңа жүргенім сол. 14 мың шәкірт дайындадым. Соның 14 мың шәкірттің ішіндегі ең өзі қарапайым халықтың ішінде ұйымдастыру қабілетінде жүрген адамдар. Қанша кітаптарыңыз бар? Қазір жалпы оқулықтармен қосқан кезде 25 мыңдай. Оның ішінде қазақ тілінде, ағылшын тілінде, орыс тілінде және қосымша француз, неміс, қытай. Қанша тілде кітабыңыз бар? 16 мыңдайы қазақ тілінде болады. Себебі оқулықтар қазақ тілінде оқылады да. Содан кейін бар орыс тілінде мысалға бір 20-30% болады. Ағылшын тілінде тоже 20%. Араб тілінде? Араб тілінде әзірге жоқ. Неге жоқ? Себебі енді енгізіліп жатқан соң заят тапсырыстар енгізілді. Қолдарыңыз қалай? Көңіл күй қалай? Жақсы. Неге жадырап отырмайын? Әбен ағамыз өз мақал мәтелдердің 100 томдығының авторы. 100 том, ду болса болады. Әбен ағаның жақсы бір сөзі бар, ішінен бір строкасы көптейіне. Қуаныш шақырады. Мен бүйтіп жүрсем. Маған қуаныш келе ме? Жоқ. Ал егер мен жарқын қуанып жүрсем, маған қуаныш келеді. Оны сіздерге әлі үйреткен жоқ па? Сіздер 11-ші сыныпта оқып жатсыздар. Әлі оқып жоқ? Уже кеш қой. Кеш қой. Мысалы сізге сол адамзаттың философиясын сіздерге мысалы санды үйретеді ол 1, 2, 3 деп. Сол кезде сіздерге бойларыңызға сіңдіріп қою керек еді. Мектеп жүйесі. Бірақ сіңдірген жоқ, және бір қызығын айтайын. Абай, Шәкәрім, Пушкин, Толстой, Нобель. 4 класстық мектеп оқыған. 4 класстық. Бірақ Әл-Фарабише 4 класстық. Бірақ адамзаттың ақылшысы. Біз 12 класты оқып алып, неге ақылшы болмаймыз? Себебі ақыл тыңдамаймыз. Құрметті балалар, шынымен біздің елімізде қазір не жетпейді? Бәрі бар. Мынандай мектептер бар, мынандай машинелер бар, мынандай сарайлар бар. Бәрібір қуанбаймыз да. Патшамыз бәрін жасап берді бізге. Бәрібір қуанбаймыз. Ол қалай? Мына жер қуанышқа толды. Мен енді Әбен ағаның шәкірті болғандықтан Әбен ағаның философиясын бір тамшысын ғана сіздерге қуаныш шақырады. Балалар, қазақтар, қыздар, сіздер жетістікке біліммен жетесіздер ме, әлде ақылмен жетесіздер ме? Ақылмен. Қалай болғанда да ақылмен жетесіздер.
Билл Гейтс. Оқыған жоқ Назарбаевский интеллектуальный школда. Өткізейін білкесен. Кембридж университетінде де оқыған жоқ. Жалпы жоғары оқу орны оқыған жоқ. Ақылды ғой, бірінші курстан кейін оқыған жоқ. Сіздер маған қажетсіз дүниені оқып тұрасыздар деп оқымай қойған. Енді адамзатқа үлгі боларлық жаңалықтарды әлемге енгізді ма? Енгізді ғой, сондықтан да балалар ақылды болыңыздар. Әбен ағамыз Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Европа жазушылар одағының мүшесі. Әбен ағамыздың кітаптары түрік тілінде, ағылшын тілінде, чех тілдерінде. Біз және Европа айттым ба, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі. Біз қазір бүйтеміз. Бизнесмен көрсек, әкім көрсек, гаи көрсек, деп сыйлаймыз. А жазушы бізге, жазушы мен мұғалім бізде қазір екінші сортта қоғамда. Бірақ жер сақталу үшін, мемлекет болу үшін, адам болып қалу үшін, қазақ өзінің жерін басып жүру үшін сіздерге кім керек? Қоғамға не керек? Ұстаз керекті. Ұстаз керек, және жазушы керек, рухани дүниені беретін. Керек па, Абай? Керек. Шәкәрім керек па? Мұқағали керек па? Жазушы ақын керек па? Енді солар таныстыру үшін мына ұстаз керек қойды. Мына ұстаз керек қойды. А сіздер бәрі төлі тасырды. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Европа жазушылар одағының мүшесі, қоғам қайраткері, ғалым, жазушы, ақын, драматург, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, экономика ғылымдарының докторы, профессор, академик Әбен ағамызға қошеметімізді Шоқан Уәлихановты білесіздер ме? Қол көтеріңіздер, кім білмейді? Бәрі біледі. Шоқан Уәлиханов біздің бабамыз, қазақтың бірінші ғалымы. Қазақстанның картасын бірінші рет қағазға түсірген кім? Шоқан Уәлиханов. Шоқан сагасы атты 10 томдық декатомның авторы. Шоқан бабамыз 18 ғасырда қай жермен жүрді, қай кадетте оқыды, қай медреседе оқыды, қай мешітте Аллаға сыйынды, қай бұлақтан су ішті, балалық шағы қалай өтті, жастық шағы қалай өтті, Қытайда, Парижде болды да, Қашқарияда сапарында қай жерде жүрді. Сол ізбен 21 ғасырда сол ізді қайтып өткен бірден бір тұлға Әбен ағамыз. Лев Толстой деген тұлғаны білеміз ба? Лев Толстой несімен ерекшеленді? Бүкіл адамзатқа кітаптарымен, шығармаларымен. Мені мейірімді мұсылман етіп қабылдаңыздар деп айтты ма? Прошу принять меня добрым магометянином деп жазып кеткендіктен. Милый. Ол кісінің басына әлі күнге дейін енді орыстарда жерлеген кезде қалай қояды? Крест қояды ғой, Жоқ. Крест қоя алмай тұр. Өйткені ол кісі айтты, мені мұсылман етін. Айды тағы да қоя алмайды. Міне, Әбен ағамыз Лев Толстой адамзаттың мақтанышы, Лев Толстой идеал человечества атты 4 томдық роман эпопеяның авторы. Біз биылғы жылғана Лев Толстойдың 190 жылдығында Ресей мемлекеті Тула облысы Ясная Поляна жерінде
сол Толстойдың музейінде Толстой атындағы Тула мемлекеттік педагогикалық университетінде Әбен ағамыздың осы 4 томдық кітабының презентациясын өткізіп келді. Айтайық, спортсмен шығады, спортсмен Лондонға барады, күміс диплом алды, алтын диплом алды, Қазақстанның туы көтеріледі ма? Димаш Қытайға барып әдемі ән айтады. Қазақстанның туы көтеріле ма? Ал егер рухани әлемде, жазушылар әлемінде 7000 ұлттың ішінде қазақ жазушысы Қазақстанның туын көтеріп жатса, ол не? Мақтаныш. Ол мәртебе ұлтқа. Себебі боксер шығуы мүмкін, әнші шығуы мүмкін, а жазушы бұлай көтеріп, ұлттың деңгейін көтеру ол оңай дүние емес. Сондықтан да Әбен ағамызға тағы бір қол шапалақтар. Қытай, Ресей, Қырғызстан, Әзірбайжан мемлекеттерінің 9 жоғары оқу орнының профессоры. Әбен ағамыз 70 елді өзінің теңгесіне, өзінің қаражатына барып көріп аралаған бірден-бір тұлға. Маған президент бермеді, әкім бермеді, директор бермеді, ректор бермеді, елім бермеді деп отырып, өзінің ақшасына 70 елді барып аралап, ел көрген адам не болады? Өседі ғой, мысалы, біреу 3 елде болды. Қазақстаннан шықпай, Қазақстаннан басқа ел көрмей, Қазақстанды көркейтем деу мүмкін бе? Жоқ. Ауылымнан шықпай, ауылымды көркейтем деуге мүмкін бе? А бізде көбінесе біреу командировка үшін төлеу керек та. Сонда ғана барамыз. Әбен ағамызға. Және де Әбен ағамыз айтар едім, бүгінгі таңда адамзатқа үлгі әке. Ұлтымызға үлгі әке. 9 баланың әкесі. Yani 9 var mı olsun içinde? Кімнің семьясында 9 бала бар? Кімнің семьясында 7 бала бар? 6 бар. 6 бар. О, Kaçsın aldın? Gana. 6. Bravo. Bak bir geçende. Yetim meclise 9 yaşındır şimdi. Gel. Kuşun, dönmele. Kuşun böyle konuşsun mu? Al. Kuşun kavat konuşsun mu? Жоқ. Аман сау. Ahmak emişsin mi? Ha? Anam мен әкем марқасы осында тәрбиелеп, осында мектепке беріп жүр. Енді кешірім сұрайын. Алтаудансың да. Қалай ойнайсыңдар үйде? Ойнайсыңдар? Кішкентай кезде енді. Жоқ, мен сен өзің ойнайсың үйге барғанда, сол енді қарындасың не бе? От души ойнайсың да. Ешкім ойнай алмайсың ба? Орыс айтып тұрған. Қазақша айтсаң. Шыны дұрыс па? Бізде 6 ұл. Қыз жоқ. Ой, бәрекелді. Жетінші қыз болсын. Сондықтан сен айтайын. Неге мына үлгі көрсетіп жатырмын? Тыңдаңыздар. Сіздер екеусіздер, біреусіздер, үшеусіздер десе. Мынада өкпелейсің ба? Мен жаңа алтау біріңе бірің. А мыналар өкпелейді. Üçün екеу, үшеу ана. Мен 9 өстім, мен бір інімі қарындасым өкпелемеймін. Сәттілік тілеймін, бақыт тілеймін. Менен жоғары болыңдар. Ай, алтау, естіп тұрсыңдар ма? А сендер одан қалмаңдар. Қытай, Ресей, Қырғызстан, Әзірбайжан мемлекеттерінің 9 жоғары оқу орнының құрметті профессоры, Палестина мемлекеті Аль-Ақса академиясының құрметті профессоры, мұсылман діні, мұсылман ғылымдағы шейх атағының егері. Әбен ағамыз. Және білесіздер, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, да? Все знаете, есть такая организация. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының құрметті профессоры. Әбен ағамыз тек қана экономика емес, тек қана жазушылық емес,
тек қана ұстаздық емес, медицина саласындағы көп еңбектері үшін соған дамытуға қосқан еңбектері үшін осы құрметті атаққа ие болды. Және де Ресей Федерациясының ұлы медигі Вильям Бехтерев алтын медалінің егері. Тұмаумен бәріміз ауырамыз. Немен емделеміз? Немен емделуге? Дәрмен. Көбінесе дәрмен. Дәрі, дәрмек, да? Дәрі, дәрмектің керегі жоқ сен. Түкке де керегі жоқ. Не керек? Су көп. Жусан керек бұл. Мен біздің қазақтың жусан. Ақылды болу үшін не керек? Тағы да қайталап айтайын, жусан керек. Өйткені неге? Мына баста. Орыс тілінде айтқанда кислород дейді ғой. Кислород жетпейді. Кислородтан жаңа жусанмен не алсам болады дейді. Мен қазір тура 70-ке келіп тұрмын. 70-ке ұқсайын ба? Абен ағамыз және спорт шебері, бокстан Азия чемпионы. Біз не істейміз? Қайсысын канал? Жусан деген нәрсені естідіңдер ме? Көріп жүрсің, бірақ не үшін пайдаланатынын білмейсің. Бұрын біздің ата ауылдың қызысың ғой да сен? Бұрын ата бабаларың деп үйін жусанмен сыпырып жүретін. Неге жусанмен сыпырады? Сонда сен мына үйінде жатқан адам толықтан ұйықтасын, жаңағы мына исіменен неғасын еді? Ауру болмасын. Ең бірінші ауру тұмау баса. Содан басталады бәрі. Эйнштейн атындағы энергетика академиясының академигі, Франция мемлекеті Михаил Нострадамус атындағы Тылсым сырлар академиясының толық мүшесі академигі және Мишель Нострадамустан кейінгі әлемдегі 9-шы адам. Қолдарыңыз бұлай қойыңыздар. Бәріңіз қарап. Маған қарап тұрыңыздар. Тұр, мен көзіме қарап, мен сіздерге қарап тұрмын. Сіздер маған қарай беріңіздер. Кәні қайсыңыздың сол қолыңыз жыбырлап жатыр. Алақандарыңыз. Үлкілдеп тұр. Көрдің ме? Қиялмен ана адамды алуға болады. Жүгірудің керегі жоқ. Біз не істеймін қыз жігіттер? Ана қыз жақсы көремін деп жүгіреді. Жоқ, керек жоқ. Сен қиялмен оны құшақтап, қиялмен ұстап бітті. Ертең өзі-ақ келеді саған. Енді қыздар енді мысалы жігіттің артынан жүгіріп жүреді. Жүгірудің қажеті жоқ. Мен қарап тұрыңдар. Мен ең соңғы аяғымнан мұна. Сол жерде келіп басым, мұна менің ертең патшам болады десең, соңғы жігіт сенікі болады. То есть, мына жігітті сіз жақсы көрдіңіз, бірақ айналдырамай жүрсіз да? Байқап тұрдыңыз. Отырған жерін, тұрған жерін, келіп сол ізді сіз... Ең сол өкшесін, сол жерін байқап қалдың ба? Сол одан кейін не тарс еткіз, бұл басып қалып. Ал енді қазір қоғамымызда көп адамдар, мысалы, папаларымыз бар, мамаларымыз арақ ішеді. Ұнатпайсыздар, ашкені дұрса, сол қалай қойдыруға болады? Тыңдап алыңдар. Өйткені сіздер бақыттарын үшін айтып жатыр. Мына отыр ма мына жер? Мен мақсұт та. Жаңа кісі тұрып кетеді ғой, сен папаң ба, мамаң ба әжең. Сен соның орнына келді, осы сен отырып ал. Сөйтті сен айт. Біздің папам бүгіннен бастап ішпейді. Сізге өтірік маған 40 күнге жетті, әкең шешең арақтырмай еді. Біз не істеп тұрмыз? Қиялмен жұмыс істеуді өлтірдік. Баяғана батырлар жылы жаңа махаббат дастанды бәрі түспеп, қиялмен не жатыр, оның бәрі не oldu. Сонда не айтып тұр мына жерде? Орысша айтқан сен орысша түсінікті болсын деп арасына қосып тұрғаным сол. Өйткені неге? Сіздердің бәріптен бейім, нарда қазақша оқығанмен көшеге шығасың, орысша сөйлейсің. Сондықтан мен дұрыс түсінді. Мысль материализуется, қиял іске асады.
Biz ne isteyimiz? Kıyaldı. Keşirim sırayım. Kıyaldı kimi kaparamız? Adamga tevhid etimiz. Seni yaratan Kuday koy. Yent keşirim sırayım. Bu nasıl otkun? Nem nasıl otkundur? Bir nomer katelesi sizge düşüyor mu? Düşmeydirsin. Bu endi sizge düşüş için kayda baradi? Men siz nomerinizni alıp, birinchi kayda baradi? Özüng ortalığına baradi. Sputnik. Sizde sizge düşedirsin. Däl şol siýakda siz ne isteyiniz? Allah'dan soragyňyz gerek. Boldy siz. Anadan sizin bilgini alın. Biz ne isteyimiz? Anadan istemeydi koyup satan öşe gaytan jomandan yok koyup biziyorsun sümülük manamız bitti. Yok o sümülük emas. Sümülükte ayıp durgan siz sümülüksüz. Әбен ағаларыңыз түс жору қалай деп айтамын әбен ағам? Түс жору жағы. Түс жору жағынан көп кітаптар жазған. Және де әбен ағаларыңыз сіздерге түсіңізді қалай жориды, қалай айтады, дәл солай 100% орындалады. Ол тек қана сіздердің аудиториямен Түс көргөнгө келмейді, жорганга келеді. мыңдаған, миллиондаған Шұңқырға түсіп кетсе өлем дедім да, жоқ. Ресей Федерациясының педагогика академиясының академигі, Ресей Федерациясының психологиялық ғылымдар академиясының академигі, Қазақстан Республикасының Бауыржан Момышұлы атындағы отан қорғаушыға құрмет орденінің иегері. Қазақстан Республикасының Әлия мен Мәншүк атындағы құрмет орденінің иегері. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл медалінің иегері. Ресей Федерациясының Петр Великий орденінің иегері. Халықтар достығы саласында. Ғылым саласында Ресей Федерациясының Михаил Ломоносов орденінің иегері. Ресей мемлекеттік Михаил Ломоносов университетінің құрметті профессоры. Ресей Федерациясының Гоголь медалінің иегері. Ағартушылық, жазушылық саласында. Медицина саласын айттым. Қырғыз Республикасының Эхо Манаса телекомпаниясының шешімімен ғасыр адамы атағының иегері. Түркия мемлекеті Мустафа Кемаль Ататүрк сыйлығының лауреаты алтын медалінің иегері. Азербайжан мемлекеті Гейдар Алиев алтын медалінің иегері. Ағылшын мемлекеті Қызыл Крест қайырымдылық орденінің иегері. Ары қарай айтуым керек, Әбен аға, және де Әбен ағамыз спонсор деймін ба, демеуші деймін бе, қайырымдылық жасаушы азамат. Айтайық, соқырлар қоғамы бар, соқыр адам бар. Пенсиясы жете ме? Жетпейді ғой, тағы да енді бір көмек алу керек қой. Мүгедек, бірінші дәрежелі, үшінші дәрежелі, оған көмек керек па? Керек. Онан кейін айтайын, өнерлі студенттер бар. Бізде Жүргенов атындағы студенттер бізге бірнеше студентті Италияға өнер фестиваліне шақырған болады. Енді студенттің ақшасы жоқ қой. Әбен ағамыз өз қаражатынан 600 мың теңгеге билет алып беріп, Италияға апарып қайтты. Ол балалар сол үлкен фестивальда екінші орынды алып келді. Айттым, Чехия мемлекетінің бірінші патшасы кім біледі? Әріқті білесіздер ғой? Король Альберт Вальштейн орденінің иегері. Және де Әбен ағамызға екі университет, бірнеше колледж, кітапханалар, сауда ұйымдары, басқа да ғимараттар өзінің қарамағында. Орта Азияның үздік ректоры атағының иегері Әбен ағамыз. Біріккен ұлттар ұйымының Организация Объединенных Наций, білесіздер, полумесяц и звезда алтын орденінің иегері. Кембридж университеті ғалымдар қауымдастығының шешімімен әлем ұстазы атағының иегері. Атағыңыз Әбен аға құтты болсын деп қояйын. Халықаралық
инновациялық технологиялар университетінің президент ректоры, Қазақ консалтинг және экономика университетінің президент ректоры, Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық адам құқығын қорғау комитетінің Орта Азия және Қазақстан Республикасындағы өкілдігінің президенті генерал-майор Әбен ағамызға. Тыңдаңыз, бізде жаңа аттың үйленіп аламыз, неге үлкен кісіге сәл болды, ой, бір пәленше өтірінші, ой. Тем более генералды көргеннен кейін, кешемше полковникіңді дірілдеп тұрып олайды. Сондықтан мен сіздерге айтайын. Мен сіздердің ең жақсы көретін жақын достарым деп есептеймін. Сонда ғана сендер мен сөзін тыңдай аласың, не аласың. Өйткені айтайын тұрмын, мына қарай, әлемде мына қарай. Ұстаз бен шәкірттің ортасында байланыс жоқ. Бар ма? Жоқ. Махаббат жоқ. Қалай? Мына отқан 90%-дары апайларың жамандайсың, жағайлар. Ондай ма, бүйтеді ғой, мұнда да, бітті ғой ол. Уже сен не істеп тұрсың? Өзіңнің ұяңа, не тұрсың? Қазақта айтады, өзіңнің ішкен құдығыңа түкірмейді. А сіз не ұяңызға саңғып тұрсыз да? Осын бойларыңыздан жоймасаңыздар, сіздер ұлы болмайсыздар. Кешін. Енді екінші, ата-ана менен перзенттің ортасында тағы байланыс жоқ. Неге жоқ? Неге? Өйткені мамам саған 200 теңге бермеді, папам 500 теңге бермеді. Баяғыда Алла өзі кешесін, кішкентай балдарды жаңа сотка беріп алдайтын еді, қазір сотка беріп алдайтын болды сендер. Сотка бермесе бітті, сендер өкпелейсің. Қалай өкпелеуге ақылы? Қалай ұялмай өкпелейсің? Шешеңмен әкеңе. Құдайым, мен мына әлемді бар ма? Мына әлемді. Пәленбай миллиард берем десем де сатып ала алмаймын. А сіз қаңғымасында жарық әлемге келді, ата-анаңның өкпелеп тұрсың. Дұрсы. Кешірім сұрайын. Өйткені мен жетім өстім. Мен ешкімнен не айтам. Мен тек қана бір Құдайдың бар екенін білем. Я Раббым, мен халқымды, жұртымды әлемге танытатын ұлылық күш бер. Өзіңнің жаңа исламыңды дамытатын сый-сияпат бер, сана бер, ақыл бер деп тұрса. А сіздер не істейсіз? Атамға шықта өлді, папам маған 200 теңге не тұрасың? Не істейсің? Сен бүгін алмасаң 500 теңгеге, бүгін алмадың. Ертең сен әлем халифасы, әлем патшасы бар. Дұрсы? Сен де өсесің, жетесің. Мен балам айтам. Балам, маған өкпелемеші. Сен маған өкпелеймін деп тұрып, мен аны өкпелеймін деп тұрып. Анау жаратушы Тәңірді ренжітіп алсаң бітті ғой. Саған бақыт та, береке де, бәрі жолы жабасың. Сондықтан, келсеңден балам деймін. Сондықтан сіздерге айтып тұрған тағы да, ұстазға өкпелейтін болсаң, ата-анаң өкпелейтін болсаң, сен не аласың? Мамам, папаң ертең саған не алмайды? Ұстазың. Ұстазың алдында уақытша 10 жылдан кейін сен өтесің де кетесің. Үйленгенше жаңа әке-шешең алдынан кейін кетесің, болды. Содан кейін не істейсің? Не істейсің одан кейін? Міне сондықтан мен дұрыс түсініңіздер. Мен бірінші әлемде іздеп жүргенім, тағы да қайталап айтайын, анықтап тұр. Мен ұлыларды іздеп жүргенім. Кешірім сұрайын. Менен қай жерлеріңіз кем, мүшелеріңіз қайсыңыздың кем? Айтыңызшы, қайсыңыздың кем? Қолмен деп артық болса соң? Сен қай жерің кем? Құлағың кем бе, көзің кем бе? Қай жерің кем? Не істеп тұрмын? Бізде сана кем. Сана кем. Тағы да қайталап айтайын, сана кем. Сіздер не істеп тұрсыздар? Кешірім сұрайын. Неге табылып тұрсыздар? Мен аяғым астында жатқан.
Siz ne isteyip men 2000 tengem bolsa, 2 milyon akşam bolsa men mınандай isteyim. Sen nege бүкіл әлемді билейін, патша болам, патшайым болам демейсің? Сонда сен не мынау жалғыз құлқыныңа не тұрсың ба? Амақыл 2 миллион ақшам болды, жақсы үй салдым. Кешірім сұрайын. Қазір біздің ата нелеріміз, бизнесмендеріміз әдемі үй салып жатыр. Бәрі салып. Әйтеу бір жақсы әйтеу жерімді көркейтін не тұр. Енді кешірім сұрайын. Соның үйінде қазір, кешірім, мен дұрысын да, қазір бұрын біздің заманымызда хрусталь люстрасы бар адам бай болып көрінетін. А қазір білесің бе люстрасы? Бриллианттар баймын деп есептейді. Кімнің үйінде бір бриллиантовый люстра бар? Бар іштерінде. Мамаларың бәрі құлағында, сырға қолында жүректен бәрі жүр не? Бриллиант. Кеземде не істеп тұр? Тур менің қорам деп есептейді. Дәл осында қораның ішінде жаңағы кешірімсен түремшік жүр да, түремшік. Ол бриллиантты киіп алады, ненден бәрін қойып, бәрін қатырып тұр. Бірақ ешкім көрсете алмайды. Өйткені оның бәрін ұрлап алған. Өйткені оның бәрін не алған? Жырлап алған. Есігінің алдына не қойды? Әр жерде мынандай жаңа не? Наблюдательный нені қойды. Домофон қойды. Неге? Неге олай? Ұрлап кетеді. А? Ұрлап кетеді. Ұрлап кетеді. Өйткенде де ол өзі ұрлап алған. Менің үйіме келме, любойнан сұрай келші. Мен есігім ашық. Ашық, қақпам. Келген адам да, кеткен адам да не? Өйткені неге мен қалтама не жинау емес, мына жеріне жинау. Қай жерде керек, сол жерде пайдаланып. Ендігі, мен дұрысын тағдыр тыңдап алыңыздар, анықтам. Жаңағы үйлерден жинап жатқан жасаттардың бәрі оның перзентіне түк те пайда бермейді. Түк те пайда бермейді. Шешелерде түк бар ма? Мен қолға шығатын түк бар ма? Бетке шығатын пайда бермейді. Құтына шығып. Мен қаз емес екен көрсетті. Анам не болды? Не болды? 6 метр биіктік қойды. Ол ойлайды мен байымын, мен жақтырамын. Не қылам сен байлығыңды? А сен не істеп тұрсың? Шіреген дүниенің үстінде отырсың, шіреген дүниенің үстінде отырсың. Кімге керек ол? Аллаға керек болса бар ма? Бермес еді. Аллаға керек болмаған кейін не істеп тұрмыз? Міне осының арқасында біз не істеп тұрмыз? Кешірім сұрайын, мен дұрыс. Ұлы Қазақстан балдары қазір, қыздары жоқсың қазір. Бәріміз не істеп тұрмыз? Бәріміз не істеп тұрмыз? Кешірім сұрайын, мен дұрыс түсініңіздер. Бәріміз дүниенің құлы болып тұрмыз. Мен аяғым астында жатырмын. Мен тұрмын. Мынаны басып тұрсам да тұрады екен, бұлай тұрсам да тұрады екен. Сонда сен не істедің? Енді жаңа байлар мына жаңа 2-3 дегенде бәрі күліп жібердіңдер ме? Неге сіздер біріңізге білмейді? Өйткені неге? Сіздерде мейірім жоқ. Қалай мейірім бар? Қайсысың деп айтшы, менде мейірім бар деп. Кешірім сұрайын. Қазір айтамын. Бір сұрақ қоямын. Қалай дейді? Мейірім бар адам, мейірім бар. Мұнда бір рахмет. Талабыма алғандыра жүрді. Мейірімі бар адам өтірік айтпайды, өсек айтпайды, біреудің сыртынан сын айтпайды, біреуге кінә тақпайды, біреуге көмектеседі. Міне мен сіздерге көмектесуге кеттім. Міне, әлемде нотаның атасы кім? Бәріміз музыканы билейміз, өлең айтамыз. Негізіне түспей тұрмыз. Қайсысын айтасың? Музыканың атасы. Штраус, Бах, Бетховен. Қайсысын айтасың?
Bana aytadilar. Onun için bari de bileysinler. Bari de öyle aytasınlar. Bari müzik oynayıp da sen ne isteysinler desene. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do muzikанын alfabeti, ya. Соны әлемге адамзатқа кім кіргізді? Сол алфавиттің авторы кім? Сол сұрақ. Он пользовался этим алфавитом и написал свои произведения. Ну, великие произведения. Ну, кто дал? 7 палочек. Son ізденуге болады ғой да. Көрдіңіз жаңа? Жоқ қой, жоқ. Енді екінші. Әлемде бірінші хан болған кім? Или царство, или княжество? Бүкіл әлемнің ба? А? Бірінші хан. Жалпы. Тыңдап алыңыздар. Жаңағы Кембридж, Гарвард деген университетте мына жалғыз мен міне Қытайдың жаңағы Пекиндегі университетінің жалғыз ғана мен барып тұрмын сабаққа. Неге барып тұрмын? Қазақтың ұлылығы екенін танытты. А сіздер қазір Қазақстанды таныстыр десе, сіздер не істейсіздер? Таныстыра алмай тұрасыздар. Не деп таныстырасыз? Не деп таныстырасыз? Қайсысын таныстыр? Апайың болсын, ағайың болсын, ұстазың болсын. Қайтып таныстырасыз? Мен неге бабаларыммен мақтанам? Мен неге әжелермен, аналарыммен мақтанам? Қалай мақтанам? Жаңа до, ре, мидің авторы Әл-Фараби. Бүкіл Европа құлап қалды. Музыка трактатын жазып сол еді. Бірінші музыкалық инструментті жасап шығарған Әл-Фараби. Бүкіл жаңа 40 шекті дүниеде ойнайды. А қазір 40 шекті емес, көпірсе 7 шекті емес, 5 шекті болсын. Соны ойламайды. Гитараң қанша сегіз? Бітті сол. А ол кісі 40 шекті ойнап отырған. Не деген дейді? Колон дейтін. Не деген? Ал енді жаңағы екіншісін сұрап отқан. Тағы қайталап айтайын, анықтап. Мен сізге айтып тұрмын, мен қазақтың ұлыларымен мақтанып жүрмін. Қалай? Бірінші, сізде бар да Шыңғыс хан киносы көрдіңдер. Көрмеген бар ма Шыңғыс хан киносы? Қанша басқан көрдің, ама 5-6 көрдің. Не істеп тұр Шыңғыс хан сонда? Бүкіл әлем Кімді, нені қырып тұр? Қазақтар қырып тұр, Наймандарды. Сонда Найманнан шыққан қазақтың ең бірінші несі күшлік қан жасады әлемде. Соның анамды жаңағы несін көріп алғаннан кейін, мен бүкіл әлемді осылай билеймін деді. Міне сіздердің аталарыңыз болды. Орталарыңызда, мен сіздердің орталарыңызда тағы да айтылып айтайын, анықтап әлем ханшайымын іздеп жүрмін. Кім болды әлем ханшайым бірінші? Ма? Америс. Тұмар ханшайым. Дұрыс айтады. Кім болды қызым? Тамам. Кім болды? Міне көрдіңізден, неге әлемді бірінші ол қандай несімен тарихта қалды? Македонский. Парсы патшасы Кирдің басын шауып еліне келмеді. Оның баласын өлтірді. Онда менің баламды өлтірсем, онда менің балам қанымен не алдым. Көрдің бе? Мақтанға тұрғанда қазақ екенбіз. Әл-Фарабиде музыкант атамыз болса, жаңағы күшлік қандай қауым неміз болатын болса, жаңағы Томиристе апамыз болатын болса, енді одан кейін тағы да кете берейік. Математиканың атасы кім? Әл-Фараби. Әл-Фараби. Кім? Атайып деп былай айтқан. Өз аты өзің атын айтты. Әл-Фараби, сосын Аль-Гебра дейді. Аль-Гебра. Сонымен біздің атамыз. Қазақтардың бәрі математик болатын сол. Біздің тегіміз не? Ал енді үшінші, төртінші. Алла берекесін берсін.
Mına ömürge kelgen eкен bäri ne kılı gerek eкен aytayım. Sizler bardıklarınız var mı? Keşim söyleyeyim, mına apaylarınız da, ağaylarınız da, neli mağan deyingilerin bäri ministrede sender жаңағы қараңғысыңдар, сендер өмірді ештеңе көрмегенсіңдер, не қыласыңдар деп кешірім сұраймын. Дәл Россияға маған үкімет беретін болса, мен қазір араб тілінде жаз дейін. Олар жаза ала ма? Жазамайды ғой. Жазалса 2% шығады. А біздің халық сол кезде жаңағы қараңғы деп жүрген кезде Россияның. Несе біз араб тілінде сауат дедік. Міне сол араб тілінің сауаттылығының арқасында жаңағыдай ұлы дәрежеге жетіп тұрмыз. А сіздер енді одан кейін айналайын, тыңдап алды. Сіздерге орыстар барам десе, барықтарыңыз не істейсіздер? Тырысып қаласыздар да. А свинья деп айтуға шамаларың келмейді. Жетпейді. А свинья деген не нәрсе? Өзінің сідігін ішеді, өзінің боғын жейді. А қой жей ме? Ты гордишь, я горжусь, что я баран. А ты же свинья, суету. Десем бітті ғой, да? Өледі ме? Айтамайсың. Өйткені неге мен жетім болып өскеннен кейін, жаңағы айтып тұрған нәрсені бәрін таяқ жегеннен кейін, мен несен іздендім. Кешегі ұлы отан соғысында бәрі бітті. Енді немістер жаңағы Россияны жаулап Москваны аламын деп тұрғанда кім қарсы тоқтатты? Бауыржан Момышұлы. Қатырач? Бауыржан Момышұлы. Жоқ, Қазақтар. жоқ кім деді? Панфиловшылар. Қандай деп, не деп атады? Панфилов. 28-де Панфиловшылар деді. Дұрыс па? Міне көрдіңіз. Батыр қалып екенбіз. Кешірім сұрайын. Сол жеңістің жетістігіне рейстаққа ту тіккен кім? Енді бір неміз атып өлтіреді деп қорқып қалайды бар. Дұрыс па? Енді кешірім сұрайды. Жаңа бізді қараңғы деп тұрды. Россияда айтады, Англияда айтады. Мен қараңғы. Мені қараңғы деп тұрсын ба деймін. Сен ақылды болсаң деймін. Аспанға, ғарышқа адам ұшырдым. Мен ұшырдым. Қай жерде ұшырдым мен? Байқоңырда. Байқоңырда. Дүние жүзінде біз ме бірінші ұшырдым? Бар екен мақтанады. А біз не істейміз? Таңертең мен кешке дейін жаңағы жоқ. Не деп? Ал енді дәл осылай айта беретін болсам, 100. Міне сіздер енді қақырат кітапханаға келіп тұрсыздар ғой. Поэзия мен роман жазған кім? Орыстар ма? Ағылшындар ма? Кім жазды? Сұлтанмахмұт Торайғыров жазды. А неге басқа ел жазамайды? Неге жазбайды? Жетпейді. Мақтануға бола ма? Сіздерге мақтануға бола ма? Неге? А осыны істеуге болады ғой. Ал енді Алла берекесін берсін, кішкене дүние алайық. Бір сұрағым бар сіздерге. Ертең азамат болғанда, азаматша болғанда, нені армандап тұрсың? Айтыңдаршы. Адам болып дұрыс. Тағы. Елді биікке көтеру. Елді биікке көтеру. Дұрыс. Одан кейін. Айда бер айтып. Айтуға болады. Мен жалпы өзім осы Назарбаев зияткерлік мектебі сияқты бөлек зияткерлік өзге мектеп ашқым келеді. Және де онда арнайы жетім балаларды алып келіп оқытып, бізден де былайша айтқанда интеллекті жоғары адамдарды шығарғым келеді. Рахмет. Тағы қайсыңда? Кәне. Қайсыңда? Әлемді Адамзатқа пайда ету. Hayır, dürüst. Елдер арасында шекараны жою. Dürüst. Bana her şey yok, kömür bilmiyorsun.
Urpak. Әке болам, ана болам деп. Senin dametinin urpağın olmasa için bittin mi? Sendiri akış şeyleri umut atmıyordun mu? Ben mesela kazı, ben buna kırptım ki yazmadım. Ömer Khayyam üzerinde Araman EPP'ye yazmadım. Araman EPP'ye de Ömer Khayyam bit oynadı. Onu ben kıyalı inem bu. 4 yıldas buladı. 4 yıldas bir şeyde oturup dedi. O şeyden biz ya ölüp çıramız ya adam bulup çıramız. Sonra şimdi bir oturup aytadi. Bir dost aytadi. Men tinchlikdim deydi. El-juda tinchlik saqlaydi, tinchlik saqlaydi desa, hech qaysi saqlagisi kelmaydi deydi. So'ndaqdan men o'ylayman. Ikkinchisi aytadi, men senimman deydi. Na el-juda aytib жатырмын, senimdi bo'linglar, ertaga zamon sen dedik, ana birden aytib javob bir-birini nima deysan, senmaydi. So'ng ana bo'lib ketdi. Uchinchi turib aytdi, men mahabatman dedi. Neni bo'ldi? Diyorum bana men mahabat anaganda baram, mınaganda baram. Menin жаңағы жакушен иткisi. Men жүрегімді беріп тұрсам, ол не істейді? Маған тылағымды көрсетіп тұрады. Албасы құрарым кетті. Өлем дейді. Сөйтсе жаңағы 400 достар өтеді. Басқа біреу кіріп айтқан ғой, ой, не болды мына шөп өліп қалды? Жаңа айтып отырды. А сен кімсің дейді. Мен үмітпін. Бұлардың бәрін ертең жандырамын, өмірге келтіремін. Сондықтан үміт еш уақытта адам өлгенше ол өлмейді. Сондықтан мен сіздерден жаңағы үмітім, тыныштық сақтамасаңыз да, сенімді ақтамасаңыз да, махаббат аяқ асты етсеңіз де, бәрі мен сіздердің ұрпақтарыңыздан күтемін, оны болашақ. Шапалақ. Сіздер қазір мына үшін, мен қайдыммен Әл-Фараби боламын, қалай не аламын? Бірақ енді сіздер мені дұрысың. Бірақ сіздерден шығады осы. Қалай? Өйткені сіздер мен айтып тұрған сөзімді байқамасың, деп қаласың. Сол бір ұрпағыңыз, жаңа мен айтып жатқан нелердің ішінде біреу сол болады. Сондықтан құтты болсын мына сіздердің жаңа бірінші мектептеріңізге үлкен рахмет, ұйымдастырып жатқан неге рахмет. Сондықтан бәрі бақыт, береке тілеймін. Сіздер мені дұрыс түсініңіздер. Қабағың кіржейіп бүйтіп жүрсің бе, мына жерінде албаста тұрады. Албаста тұрады. Анан алда, анан үйт, анан үйт деп. Ал енді сен қолық жасадың ба, екі аяға сірксен салып, анаға бар дейді. Анан аласың, алғаннан қайтып шыға алмайсың, қолға саласың. Сондықтан мен сіздерден сұранатыным, еш уақытта ашуланбау керек, еш уақытта ренжімеу керек, еш уақытта кінә артпау керек. Сонда біз міне осы кетті. Мен енді сіздердің қазір барлықтарыңыз саналарыңызда ақша шешеді дейді. Ақша шешпейді. Шешпейді ақша. Мен мысалы өзім өмірімден айтайын. Мен ең бірінші слесарь болып істеймін. Автослесарь болып. Машинженде. Бір күні кейін, 2 күн, 3 күннен кейін маған әбен мына директор мен машин көріп берші дейді. Мына жерінде. Мақұл дейді. Ол кісінің айтып тұрған несі емес. Мен несін, ол бір нәрсені айтты. Мен 5 жыл жүрмін. Не істеді әксі? Маған риза болды. Үйіне кеше жақын мініп кетті, қайтып келіп жатты. Жаңа таңертең жұмысқа келді. Маған келді. Мен қолым май дейді. Әбеке, маңында бір рахмет. Мен жаңа былқ етпейді, сылқ етпейді. Не істедің дейді. Мен айтым, адам кезекті ме? Сонымен не істеді жаңа директор? Мен жүрген жерде жаңа ана директорға мақтайды, мына директор сөйтіп жүргенде өзінен де бір жоғарлау. Мекеменің директорының машинасына алып келді, оны жасап жөндеп берді. Ана жаңа тұрып айтты, жүр маған. Механик бол деді.
Çünkü maşin mekanik ücretsiz ne kıldım? Onlar beni maqtaydı. Men Türkistan'da ataklı silesi oldum. Çünkü bir gün üniversitet oğlusun bastığı. Mağanın injener bulasın diye. Maqtım diyor. Ana жерде жаңа инженер болып жүрсем де, бірақ машина жөндеп қоймадым. Әдемілеп. Әдемілеп жаңа жөндеп жүргенде не істеді? Bir gün министр келіп айтты осыны. Жаңа таныстырып тұрмын, мынау осындай біздің Шымкентте ең беделді автослесарь, өзім жаңа инженер эксплуатацияның бастығы осындай. Ана министр айтты жүр маған келді. Сөйтіп келіп мен не істедім? Байланыс министрінде главкінің автоматизация, механизация дейтін несін главкінің бастығы болып сөйледі. Abi sizler ne istiyor? Ben satıp alalım diyor. Yok, Armen alıyor. Armen alıp niye alıyordum? Çünkü beni ne aldı? Özbekistan'a үлкен bir ne al. Onda var 5 yıl istedim. Çünkü günde Moskova'dan ne aldı? Moskva şehri. Onda 8 yıl istedim. Nasıl bu? Tükürsem yerге tükürüm düşmeydi. Çünkü günde ne istedim? Ukrayna'nın ministri. Бірінші замминистр болып келген. Сөйтіп жүргенде Латышевтың бірінші замминистр болып келген. Қайтып не алып қалып келген кезде не үкімет 86 жылы тоқалам болды ғой. 250 мың басқа ұлттың ішінде 4 миллион қазақ не істеді? Тәуелсіздігіңді маған бер деп бүкіл әлемге жар салып соғысты. 250 миллион халықтың не қылды? Ортасына соқойып шыға келді. А sizler ne isteyip durursunuz? Ben akşam bolsa akşam. Yok akşam емес. Ana. Dursun. Apay. Жақсы оқыған баланы жақсы көресің ғой. Айтып тұрған баланы жақсы көресің ғой. Енді жақсы оқытып айтқан істемейтін де. Жек көреміз деп айта алмаймыз. Баланың бәрі. Бірақ ұнатпайсың. Мен сол сияқты. Кейбіреулеріміз мен жақсы оқимын, білемін дейінде, не алды, ежікті кірпіп отырып оламын дейді. Бітті, қалдым сонымен. Ол ертең не алады? Алкаш пьяница тунец болады. Көрді. Енді тағы тыңдап алды. Мен бәлки, мен басқа ешкімden айттым, өз басынан айттым. Маған Назарбаев аман болсын. Елімізді әлемге таныстырып жатыр ма? Назарбаев маған келіп бірдеңе не айтып тұрады. А сіздер барып таңсып отырып Назарбаев жаман дейді. Папаларың. Енді соны кешірім сұрайын. Қызым сені жамандайын. Әттен, анаған сен үйіңе бар, төріңе кіріп тамақ ішейін десең кіргізесің бе? Кіргізесің бе? Жамандасың ба? Қалай кіргізесің? Таспен аттарда аспен ат деген. Сен ше? Ay ne? Aşın? Mene sonradan keşimseydim. Ne kızıma bunda bir rahmet. Жаңа демократическісіне айтайын тұрғын сіздердің өндірісіне. Сондықтан сіздердің неде? Сіздердің ата-аналарыңыз жамандап тұрып бақыттың ауласына, бақыт бақшасына кіре алмай тұр. Мен сондықтан жетпейді. Құдай-ау, мен қайда, он қайда десе. Мен мындемді әкеш формымды, мына жігіттермен, мына сырт костюммен не алайын, қаратымды. Мен дүние жүзіндегі, бейбітшілік генералымын. Ешкімді қамамайым, ешкімді соттамайым, ешкімден тек арашылайым. Бұған тиіспейді, сонымен жүрем. Қызық өмір. Dinlerim misin? Mene sonuçta жаңағы тағы да қайталап айтайын, жаңа аят ағаларыңыз менің бірінші орынбасарым Сәуле Беркел.
мен мына дүние жүзінде, мына дүние бетінде 14 мың шәкірт дайындадым ұлылардан. Міне сол 14-тің біреуі сіз сонда, жоқ басқа ма? Алла разы болсын. Екінші сұрағыңа саған рахмет. Одан кейін апайыңызға рахмет, директорға. Өйткені сіз жеткізе білгеннен кейінлепті да. Айтпаса, сіз айтпаса ешқайсысы білмейді. Өйткені бұл кісілердің бәрі кешімсіз. Қазір әр адам өзін көрсеткісі келеді. Сені көрмейді ешкім. Көрмейді. Қай уақытта көреді? Мынандай Толстой жазсаң көреді. Мынандай Шоқанды жазсаң көреді. Сені көрмейді. Көрмейді. Шоқан ертең оқиды. Сонда кім кітап жазды дейді. Нұрманов деген Есауыл жазды. Есауыл деген сөзін? Сөзін Есауыл деген? Генерал. Ане мына Толстой ертең мынандай жазды. Кім? Нұрманов дейді Есауыл дейді. Біз не істейміз? Көрсетеміз. Жоқ. Сіздің сұлулығыңызда да кім бар? Сіздің мына қалтаңыз қалыңдығына да, қарныңызға мынандайына ешкім қызықпайды. Рахмет. Не істейді? Мынандай артына бара қалатын нәрсе. Бірақ мен дәл осы күнге дейін бір рет мақтанып, емесі бір рет мен біреу айтпады, не алмады. Мен мына жерге келуім үшін, мына қаланың бірінші орынбасары мен бірге келу керек. Мына ауданның бірінші басшысы келу керек. Мына ауданның жаңа білім басшысы келу керек. Мен ауданның білім басшысы мен жаңа әкімдерді алып келетін болсам, мына апайларымыз бар, сіздердің мына жақындап келді. Мында сырласамаймыз. Неге бұл апайларым десе, өкім жүреді, жолымайды, сондықтан сіздер менің айтайын деп тұрады. Әкім де адам, мына жүрген Нұрманов та адам, генерал жүрген, сіздер де адамсыздар. Сондықтан сіздерден сұранатын жаңағы үшеуін айтып тұрмын ғой. Бірінші тыныш сақтап жүрсеңіздер, екінші сенім сақтап жүрсеңіздер, үшінші махаббат аяқ асты етпесеңіздер, мына мен сияқты үміт. Осылай. Сондықтан Алла берекесін берсін. Мен енді мысалы төбеде кейін қазір жаңа 100 томдың бүйтіп көтеріп қоймышын. Мына 100 том бүйтіп қойып қойсам мен. Менің бойым мына ма? Мынандай болып тұр. Мен осы қолым көтеріп тұрғандай. Енді оны әкеле алмадым, сондықтан төбеде айтайын. Мен сіздерден сұранатын тағы да қайталап айтайын. Мен дұрыс түсінді. Неге мен кешірім қайта сұрап жатқан себебім? Мен дұрыс түсінді деп кешірім сұрап жатқан сіздердің біреулеріңіз, мысалы мен бүйтіп ойлап отырасыз, ай маған бір котлет пісірсе де болып келді болсын. Менің сөзіме біраз құлақ қойып қойып, не қыласың? Сәл дұрыстап сосын отырады. Аға не айтып тұр? Мен көрші аңсап отырсам, ағаны. Сондықтан қайта кешірім сұрадым. Сондықтан сіздерге мен дұрыс түсініңіздер. Мына поэзия үлкен қалың кітаптарым бар, мысалы төбе-төбе бір 150-ден астам кітап жаздым, 50 кітап, 100 бар. Мен ақындығым азардым, аяулым. Міне енді кешірейін. Өсер елге ұран болған ақындар, төзуіне шыдам болған ақындар, жорытқанда бөрі болған ақындар, той думанда сері болған ақындар, жанға ашылып от тастаған ақындар, қысылғанда топ бастаған ақындар, нәрлі сөзді суаратын ақындар, жас балаша онатын ақындар, табаланып қалатында ақындар, жараланып қалатында ақындар, қызметін көкке дейтін ақындар,
Болмашыны өкпелейтін ақындар, пері де осы, жыны да осы ақындар, әулі ғой шында осы ақындар. Сен айтайын неге? Мына бірінші жаңа ақындар болып жазған ол бірінші көріп, кім еді? Шамшы Қалдаяқпен, Мұқағали Мақатаевпен екеуінің ортасында келе жетсем, екеуді ішіп алған. Мен не ептім? Қызу не? Сонда жаңағы біресе өкпесін айтады, біресе шылайды, біресе алға қарап тартады. Екеуі отыр, мен де отырып басында. Мен де жаңа 100 грамда ұрып алғам, сәмен қысайы. Мен білесің ғой, о заманы. Сәмен не істен? Сонда отырып мына жазған білемін. Енді шыңғыс айтмады. Мен енді сіздерге бер жағын айта кетейін. Алла берекесін берсін, біраз уақыттарыңызды алып қойын. Мына жаңа аяққа тоқтатайық деп жатқан. Менде 170 сатақ бар. 170 сатақ. Қай елге барам сол дейді жаңа. Айтып тұрған сөзім дұрыс қой дейді. Сатып беремін дейді. Сатып. Сондықтан айтайын тұрған нәрсе. Мен 170-ін алдым деп көшініп те тұрған жоқ, асынып те тұрған жоқ. Бірақ мен шамам жетпей жатыр. Неге қалай шамам жетпей? Мен жаңа қазақтың ұлы екендіктерін әлемге жалғыз өзім. Лондонға барам, Вашингтонға барам, Боннға барам, Стамбулға барам. Ал енді сіздер менің бәрін бірінші шықсақшы. Бәріміз әлемге қазақ таныта аламыз, е? Мен сондықтан айналайын балдарым, перзенттерім, мен сіздерден мына нәрсемен қуантайын. Аспан жұлдызын көпсінбей ме? Аспан жұлдызын көпсіне ме айтыңызшы? Мына қазақтың жерінде сіздер де ұлылармен еш уақытта көпсінбейді. Сондықтан соған жетеді деген үмітім бар. Сол жаңа іздеп жүрген Томирисім, жаңа сол іздеп жүрген жаңа кімім, Әл-Фарабиім, жаңа іздеп жүрген Рахымжан Қошқарбай, осы сіздердің оталарыңыз шығады деген үмітім бар. Алла сәтін берсін, берекесін. Сіз бұғандан бері айтып жатырсыз, қазіргі кезде осы қазақтардың арасынан негізінен әлемге паш етіп танытып жатқан ол негізінен спорт және ән саласында да, бірақ ақындар өте аз. Не себепті қазір қазақ балалары осындай былайша айтқанда өзектілік танытып, өз елімді танытамын деп не істемейді. Бұрынғы кезде Әл-Фараби сынды, Бөкейхан сынды зиялылар жоқ. Осы не себепті Қазақстаннан ондай адамдар шықпайды деп ойлайсыз, сіздің ойыңыз? Атым кім ба? Арман. Арман, отыр емес. Фамилияң қалай? Қойып тұрған сұрағым дұрыс өте. Хидуан. 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 Арман, да? Тыңдап ал. Мен жаңа сіздерге айттым, көрдіңіз бе? Біз не істеп тұрмыз? Адамға тәуелді болып тұрмыз. Дүниеге тәуелді болып тұрмыз. Біз ұлылыққа тәуелді болып тұрғанымыз жоқ. Ұлы. Ал енді кешірім сұраймын, Шоқанды жазғанша, мен амын жазғанша, мен 40 жыл өмірім кетті. Міне, мысалы, мына апайыңыз қазір сұрасам, оқып тұрар, бұл кісі не дейді? Бұл кісілердің заманда сабақ көргенде. Міне, Шоқан Қытайдың шпионы болды, орыстың шпионы болды дейді. Бірақ Шоқан мына қазақтың картасын сызып тани алмағанда, мына Орта Азия мен мына Қашқарияның картасын сызбағанда, мынандай жерге бұйырмас еді. Осы қай тарихшың айтып тұр? Шайсы айтып тұрған жоқ. Оның батырлығын да айтып тұрған жоқ. Екінші Николай оған жаңағы Анна крест медалін берейін деп тұрғанда айтты, мен алмаймын деді. Магомед деді. Бізде жаңағы қазір, біздің сүмелектерге қазір Аннаның орыстың жаңағы шоққа медалін тауып жатса не олады? Мен сөз қоя бар кәйін.
осы сізді барлық салада өзіңізді дамытуға не ынталандырушы болды? Оған бір себеп болған шығар. Сізді ең соңғы бір себеп болған шығар оған әсер еткен. Міне мысалы, тыңда. Мен 27 ұлттың ортасында өстім. 27 ұлт. Иран, жаңағы өзбек, түрік, қарыс, еврей, белорус, жаңағы грек. Сонда жаңағы Алла берекесін берсін, не істеймін? Аналардың бәрі орыс тілінде жаңағы мықты да а мен орыс тіліне жетпейді. Сосын не істеймін? Кетім. Мына кітаптың бәрі менің ұстаздарым, авторым. Сіздер кітапты бағалайсыздар, мынаның бәрі менің ұстаздарым. Қай кітапты ал, бәрі менің ұстаздарым. Өйткені неге Платонды мен уақытысында көргенім жоқ, Архимедті көргенім жоқ, Аристотельді көргенім жоқ. Мен солармен дұрыс қой, сіздер не істейді? Сосын не істеймін жаңағы ертек, қысқа не жаңағы оқып келемді аналар. Олар жаңағы өздерін жаңағы үйінде барын мақтанады, мен жаңағы отырып өтінемін мақтанады. Әйелім айтады маған, туған күнмен не подарить етесің дейді ғой. Не подарить етуім болады? Отырып айтам, сен үшін үлпілдеген жүрегіммен, үлпілдеген ерінен сүйемін деймін ғой. Ол жарамайды да, онда сыйлық алмай-ақ қой деймін. Кетті, дұрыс қой? Дұрыс қой? Сонда менің сүйгенінен ол артық көріп тұр, мынандай ақшаны дүниемді. Ұстаз дұрыс екен? Мені сондықтан жаңағыдай, менде жаңағы қызықтырған сол. Жаңағы балдардың ішінде ақылды, данышпан болып көрінем деп жүр. Ақыл көрінем. Дұрыс па? Сондықтан бірінші тағы да айтылып едім. Алла, екінші әке-шешеме, үшінші мен ештай ұмысына дейтін апайым бар. Құдай бұйыртса ендігі жылы бюстін апарып қоямын. Ұстаздар жаңа несін ашып жатырмын. Алла бұйыртты. Ұстазым менің мысалы, ұстазым апайлардың басын ұстап жатқан себебі менің ұстазым ұқсайды. Сондықтан ырза жаңа бүйтіп жатқаным сол. Сонда жаңа кісі менің басым ұстайды ғой. Неге ұстайды? Басым ұстайды. Әбен, оқып келсең, профессордан сөйлейсің, оқымай келді дейді. Апай, оқып келем ғой, кешіріңіз деймін. Сонда жаңа оқып келген кезде апайым тағы да бүйтіп басым ұстайды. Сіздің балаңыз мен сияқты үлкен болсын, ғылама болсын. Бүйтіп ұстайды. Сонда жаңа ұстап тұрып айтады. Апай, неге менің басымды ұстай берсің? Сенің басында қазы қарта жал жая бар ғой дейді ғой. Аналар үшін олардың бәрі ашып кеткен көрсін. Сондықтан мен сізден барлықтарыңыздың бастарыңызды, жаңа әрқайсысын бүйтіп ұстап жүргенім сол. Сіздің бастарыңыздың бәрінде қазы қарта жал жая бар. Ақылды деген сөз, данышпан деген сөз. Шешесіз жетім, шерлі жетім дейді. Мен мысалы айтып тұрғаным сол. Кешірім сұрайын. Әкең басқа бір үйленгеннен кейін бар, о да өгей болады. Өйткені ана шешем бүйткен кезде әкем атымен зорға демалып отырады. Ана шешеміздің кейін шешеміздің сөзімен сөйлемесе анау не алмайды. Сондықтан айтайын деп тұрған нәрсе не? Мені ұрықтандырған, мені жаңа некіған, кешірімсай, кімнің несі бар ғой? Как закалялся стал дейтін. Островскийдің кітабы бар ғой? Соқыр. Мені сол тәрбиеледі. Өйткені ол соқыр, бара алмайды, не? Мен дәл соның орнына өзіне қойдым. Мен көзім көреді, денем көреді, мен көреді. Мен неге не аламын? Қайсысының бұл?
Бағана ақыл туралы айттыңыз ғой, ақыл адам бойына дүние емес, ақыл жинау керек дедіңіз. Осы ақылды қай жерден және қалай жинауға болады? Бұл бірінші сұрағым, және екінші сұрақ, адам бойына қажетті, ең қажетті үш қасиетті. Алла берекесін берсін, былай келсек. Мен қазір ақпараттың тағы жерім бар, тағы кездесуім бар. Мен 25 минут уақыт қалды. Алла берекесін осыдан кейін сұрақ тоқтатайық. Бұдан кейін тағы да келіп тұра берсеңіз кейін. Алла берекесін берсін, несін айтырса, сіздердің жанына келіп не отырғандарыңызға Алла берекесін берсін. Кейде нелер бар мысалы, ақылдылар, аз бой адам, анамын, маған бір адам. Ана жаңа балам сұрағын айтайын, барлық адам ақылды. Бір адам жоқ ақылсыз. Бір адам. Бірақ не олады? Ақылды қулыққа айналдырады. Бағана қулық не дедім мен? Аяғыңызға байланатын сол. Осыдан абай болу керек. Ақылды қулыққа айналдырмау керек. Екінші одан кейін жаңағы. Мен оқыға кетіп бара жатқанымда, енді саны тоғы мен 21 жасында қайтыс болып шешем, енді үйленем деп тұрған кезімде. Сосын одан кейін, шешем кеткеннен кейін, өз үйімде суық болады екен шешемде. Сол жаңа өлейін деп жатқанда шешем маған мұны аманат тапсырды. Балам деді. Біріншіде шошқа етін жемейсің деді. Екінші деді, қазақтың қызына басқа ұлт алсам, ана дүниеде келген кезде мен сен ғұмырыңнан алам деді. Үшінші деді, еш уақытта. Ұнамаса, үндемей-ақ қой, ұнап жатса, айтқың келмесе, тағы үндемей-ақ қой. Сондай сабыр керек. Мен сондықтан жаңа тағы да айтылып айтайын. Мен бірінші Түркістанда педколледж бітірдім. Екінші Алматыда бітірдім. Үшінші неде бітірдім? Москвада. Төртінші Англияда оқыдым. Бесінші Бонда оқыдым. Алтыншы Стамбулда оқыдым. Жетінші Ташкентте оқыдым. Оқығаннан кейін болып тұрған. Әр елге барып не ғой? Әр елге барып не ғой? Үлгісін алады. Сондықтан мына аят ағаларыңыз қазір мен сөзімді тірілтеді, не қылады. Мына сіздер сияқты жастарды бүкіл әлемге алып шығып жүрміз. Тек өздеріңіздің қаражаттарыңызбенен. Өйткені кісінің қаражатымен барған адам ол не алмайды. Қалай? Мен соның ішінде айтайын. Англияға барсам, қарттар үйі бар. Қарттар министрі бар. Бар министр бар бізге, мен айтайын. Ал енді мына неге барсам, араб мемлекетіне барсам. Мына қара. Онда бақыт министрі бар. Бар ма бізде? Бізде жаңа қарттар министрі жоқ. Жаңа не министрі жоқ? Бақыт министрі. Тыңдап алыңыздар. Мына екеуі. Мына Түркістандағы өкілеттің директоры, әр Түркияның несі, өкілеттің президенті Бақыт Нұрманов дейтін ағалары. Мына аят мемлекет бұл кісілердің жаңа профессор, Таланттар академиясының президенті, Алла берекесін берсін. Менің қарамағымда 30 мың адам жұмыс істейді. Сәуле естіп тұрсың ба? Бұрын 14 мың дайындап едім, қазір 30 мың адам тіке мен жаңа немен істеп тұр. Тыңдап алыңыздар. Мына сіздер сияқты балдарды алып барып, жаңағы Дубайға ғой, де? Дубайға, Дубайда. Сіздерде балабақша бар ма, деді. Білем мен балабақша жайды. Ана гид әйел ашылып атып тұрды. Жоқ, деді. Сосын мына отқан сіздер сияқты балаларды ата-анасымен барған. Неге, деді бә? Тыңдап алыңыз, деді. Мына қара. Мына сіздің мына балаңыз, деді. Гид көрсетіп тұр. Мына сіздікі дейді. Мына бәрінен. Мына бәрі, бір бала деді, жасықты менен келеді деді.
Bir bala dedi жетіспейтін үйінен келеді деді. Bir bala өсекші үйінен келеді деді. Bir bala жаңағы өзін көрсете алмайтын отбасынан келеді. Енді соның ортасында мынаны тұрыңыз не болды деді. Жоқ қой. А қазір сіздер мамаларыңыз, папаларыңыз бәрі детсаттан салып отыр. Мына отқан сіздер барлықтан детсат өсін, мына 100% сенде 99%. Bir 0,1%'lerin болмаса, бәрін детсаттан өсіндер. Мейрам кезінде 3-4 күн выходной болса, мамалары ұрсады. Неге о мемлекет выходной жасап қояды? Неге баламызды садикке бермей қалдық деп? Өйткені неге сіздерде мына қазір ата-анаға деген мейірім бар ма? Просто әшейін жаңағы сознание, цикл есть. Бұл менің мамам ғой, папам ғой. Абылай жоқ. Міне осы жоқтың арқасында жаңа кім айтады? Дубайда айтады. Біздің мемлекет мынау дейді. Біздің мемлекетте қарттар үйі жоқ дейді. Біздің мемлекетте жаңа жетім балалардың үйі жоқ дейді. Біздің мемлекетте жаңа қараусыз қалған нелер жоқ дейді. Біздің елімізде балабақша жоқ. Міне мынандай мемлекет бізде. А бізде бәріміз сауаттымыз. Бізде не бар? Түрме бар. Қарттар үйі бар. Жетім балдардың үйі бар. Жаңағы не соқыр балдар, жарым жандардың үйі бар. Мен соның ішінде баға бар. Ал енді сіздер қазір кешірім сұрайын. Не тұтырып, міндетті тұтырып, істесем өзім істеймін. Қайсың осының ішінде, осы апайларың, ағайларың, қайсың қарттардың үйіне бардыңдар? Не көрдің? Маған қазақ қарттарының көбейіп жатқаны жүрегімді ауыртты шынын айтқанда. Жай ғана кәрі үлкен кісінің, ақсақалды кісінің көрген кезде, амандасып сөйлескен кезде қатты жүрегім ашық. Дұрыс. Балдары бар ма да? Балалары сұраған кезде өзінде болған деді. Дұрыс қой? Енді екінші, қайсың жетім балалардың үйіне бардыңдар? Ал енді, ач қызым, не көрдің жетім балаларды? Айтамайсың да? Сен ше. Қайсың айталады жетім балаларды? Айтамайсың да? Кешем сұрайын. Таңертеңнен кешке дейін телевизор көріп тұқырып жүрген бала. Енді, үшінші, қайсың неге бардыңдар? Жарым жандардың үйіне. Мүгедектер. Жас мүгедек. Мынандай колясканың үстіне тұра алмай жатқан, немесе төсекте жатқан, не көрдің ма? Ол жақта мен негізінен былайша айтқанда көмек керек жандарды көрдім. Менің өзімнің туысым бар, ол мүгедек та. Мен қатты жаным ашиды, себебі ол тұрады неге, ол менің ата-апаммен тұрады. Ол жаған ешкім көңіл аудармайды, онымен ешкім жұмыс істемейді, көмек қол ұшын бермейді да. Мен шымасы бұлай сөйлеспейді. Сөйлеспейді. Ол жай жата береді, ештеңке былайша айтқанда білім алмайды да. Бірақ оны центрларға апарады, мүгедектер үйіне апарады, көрсетеді, қалай не болып жатқанын. Мен қасында жүрген кезде көрем да, басқа балаларға олар ынталанып жатады да. Осы нелерді көрген кезде, басқа өзі сияқты балаларды көрген кезде ынталанады. Қасымның шешесі? Бірақ менің ойымша ол басқа адамдар өздерінен төмен санайды да, олар. Төмен санап, мән бермейді. Қайсың соқырдың адың не бардыңдар? Жатақханасына әдемісің, қоғамына тыңдап алыңыздар. Сондықтан мына жаңа біздің айтып жатыр қайырымды. Мен сіздерді жаңа тағы да айтылып айтайын. Мына біздің бейбітшілік әлеміне келеді деген үмітіміз бар сіздермен. Мен сіздермен бірге жұмыс істеуге бармын. Бағана айттым ғой, сіздер мені ата, емаса жаңағы не деді? Мен сіздерді тек қана бақытқа, берекеге жетектеушімін. Бұл басқа істейміз. Сіз қандай жас болсаңыз, мен де сондай. Мен 70-ге келдім де бүйтіп жүрген жоқпын. Ойбай, не көрем.
Сондықтан тағы да қайталабайды, анықтап айналайын. Мына беріп жатқан не бар ма? Соның ішіне кіріңіздер, не қылыңыздар. Сіздерде жаңа қалай? Дубайды барып көргілеріңіз келеді ғой, да? Италияны барып көргілеріңіз келеді ғой. Бірақ сіздерде аппарат көршелі ме? Кешірім сұрайын, апармайды деп тұрған. Бірақ қалыппен тығыз байланыстыра алмайды. Оны не істейді? Жаңағы жерде жансыз нені көрсетеді, ана жаңа эпиолог көрсетеді, ана мұнарасын көрсетеді, болды, қалыппен нені. Сондықтан біздің компания, біздің жаңа бірлестік бүкіл әлемде қалпы. Мына қараңыз, қанша миллион нелер бар? Миллиардер бар. Қанша мың? Дубайда 1,5 миллион көз араб тұрады, 5 миллион адамға олар жұмыс береді. Бангладеш, Индия, Пакистан, қырғыздар әсіресе көп Дубайда жұмыс істейтін, және өзбектер көп жұмыс істейді. Айтайын, ол бір 35 мың миллиардер тұрады, 55 мың мультимиллионер тұрады. Жарай ма? Осында форма сіздерге кисен жараспай ма? Жарасады. Ең соңында не киіп тұрған сіздерге не? Жігіттерім мен сияқты генерал болсын, қыздарым жігіттерім мен сияқты генерал болсын киіп тұрған. Kitapxanası kızım Berkeş. Altın kızım, Bakıt kızım, Berke kızım. Alemdeki en bay da sanaldın, bakvatlı da berekeli adam sensin. Ütkeni bunun üstünde sen 25 bin adamмен жұмыс істеп тұрсың. Әр kitap bir adam. Балдар, мен дұрысын де, жаңа мен сіздерге айттым ғой, 30 мың kitap оқыдым деп. Сондықтан сіздер kitap оқуды қойдыңыздар. Сіздердің қолдарыңызда жаңағы мына не бар ғой? Ол шөп апармайды. Өйткені сіз неге отрицательный нені оқып отырсыздар? Отрицательный нені оқып отырсыз? Отрицательный соның арқасында не істейсіз? Жоқ, қызым дұрыс істемеді. Одан лучше бір 2 үстел әкеп қоя салсаң болар еді. Никакой разницы. Отыра берсін. Сондықтан мен енді қай уақытта сіздерге келейін? Келмей ақ қой кете берейін. Кесем бола ма? Мен дұрыс. Мен сіздерге қай уақытта келем, мына апайлардан әрқайсының ең кемінде 10 кітаптан оқыған кезде мен апайыма звондаймын. Қанша оқушы кітап оқыды, мен сол деген. Өйткені жаңағы айтайын тұрған нәрсем, айтып тұрған нәрсем не? Сіздер кітап оқымағаннан кейін менің жаңағы енді кешем сұрайын, тыңдамады деп тұрған жоқ. Тыңдадыңыздар, бірақ жүрекке құя алмадыңыздар. Оны қалай қарап тұрдыңыз? Мен бірінші неден бастадым сөзді? Сен айтыңызшы. Сіз негізі жаңа сіз жайлы мәлімет айтып отқан кезде, мәлімет айтып жаттыңыз сіз жайлы. Сол кезде. Мен өзім неден бастадым? Біз бәріміз дүниеге табынатынымыз жайлы. Ауылда. Апайларыңыз айтады, бізде кітап оқитын балдар жоқ қой дейді. Сонда сіздер соған лайықсыздар ма? Ютай. Аятай. Біреу сізден сұрады, қандай кітап оқыдың дейді. Не деді сонда? Көрдім мен қанша кітаптарды авторлардың аттарын атап келе жатыр. Сондықтан сіздер мен дұрысын әлемнің ұлы тұлғасы боламын, қаншайым боламын, жаңағы Әл-Фараби сияқты, Рахымжан Қошқарбаев сияқты, жаңағы кім еді ана Тамири сияқты болам дейтін болсаңдар тек кітап. Сіздер мен дұрысында мына қарап тұрған интернетіңіз бар ғой, мына дәл мен айтқандай. Өйткені мен сіздерге айттым сен. Мен сіздерге не деп тұрдым бірінші? Ең бірінші тұрғанда. Мен сіздерге мына неменен аятағын оқып жатты ғой. Дұрыс па? Қай жерде оқып жатты?
Сол кезде мен орнымнан тұрдым ғой. Сөйтіп айттым неге? Ана Аят ағамен екеуміз сөзім байланысып болсын деп. Аят ағаң не айтып жатты? Медицина саласында да бұл кісі не тұр. Міне сондықтан сізден жаңағы кешірім сұраймын. Бұған бірінші мына жаңағы ұмытшақтық ауруға кешіріп отырған сіздер мамаларыңыз бәрі жалаң бір жүрген ортасы. Ал енді мамаларыңыз балтырын көрсетіп жүр ма? Қайсың болса бүйрегің ауырады. Білегін көрсетіп жүр ма? Сенің бауырың ауырады. Сондықтан бүгіннен бастап барып мамаға не аласың? Орамал тарттырасың. Мама балтырыңды көрсетпей жүр дейсің. Қыздар сіздердің барлықтарыңызға соны айтамын. Ертең келесің ұрпақтың бәрін адам етіп алып келерсіңдер ғой. Бірақ шала адам болады. Сіздер мен дұрысыңдар. Әйелге, любой еркек бүйтіп қарайды, қызығып қарайды, неге қарайды? Дейді. Жігіт, түсінді? Сонда не істеді? Отрицательный биоэнергияны тастады мынаған. Не істеді? Абырсыздың бәрін жинап алдың. Не, күніге басын жуып жүрсің ба қызым? Күніге жуып жүрсің? Жоқ. Сен бір күн жумадың, бітті, болды. Не? Асқазанның бәрі ауырады. Бәрің асқазандар ауырады. Міне. Жігіттердің бәрі екігіне балтыр ауырады. Сәл қатты жүгітсің бұл шашай дірілі дейді тұрмын. Өтіріп қойдыңыз. Міне сондықтан Алла берекесін берсін. Мына кісіні қанша жақсы көресіңдер, қанша кітабын оқисыңдар, сонша ұлы боласыңдар. Әйтпесе жаңағы кешірім сұраймын, итке керек емес дүниенің қоңызы боласыздар. Қошемет. Танисыздар ғой? Әрине. Осының ішінде 70% кітапханаға кірмегендер. Жоқ, кіретіндер. Жоқ, оны келіп тұрмай ма? Мына жерге кіреді, бірақ ана кітабыңға жақындаған емес. Жасырмай-ақ қой ол мен. Мен жаңа бағана айтты ғой, мен аға не айтып тұр бәрі? Мен не айтып тұрмын, Құдайдың берген қасиеті ясный ведущий дейді. Ясный ведущий деген білесің бе? Көріпкел дейді. Бүйтіп қарап тұрасың да. Сондықтан мен сіздерден сұранатын 99 түйіні әдептен аспай, ізеттен қалмай, ұлы болғандарыңызға шын жүрек. Әмин.
yours. Әмен ағам бірінші, мына сіздің кітаптарыңызды кітапханаға сыйлайық. Кітапханашы қызымыз, келе қойыңыз. Өрік ағашының әйелді кіші түсіндірейін деп тұрғаным. Мына өрік ағаш әйел кісіге жылап айтты. Қазір қасірет. Өйткені неге қазір жеміс егетін, бау-бақша егетін адам күнге азайып қойды. Мен сондықтан Алла сәтін берсін. Осы үшін жаңағы екі манасын жыл адам беріп жатқан. Мынау ақындайым азабетін кішкене жаңағы не оқыдым. Мына Шыңғыс Айтматов мен жайында үлкен не жазды. Сонда жаңағы мынау менің кітабым ғой әлкелеге берген. Кітаптың арасында жүреді. Оршасын берсеңіз болды. Мынау жаңағы Шыңғыс Айтматов жаңағы жылап өтіп менің қасымда өтіп айтты. Аман берші қазақстан бір-екі айтып жүрейін. Біз сізге ұстаймен қазір айтайын. Біз сізге дейді осы 21 ғасырға дейін барлық ата-ана, барлық ақын жазушылар дейді өзінің ата-анасын жаңағы биткен деп жаңағы суреттеп алып келген болмаса сөзін әкелген емес дейді. Сондықтан мына мен жаңағы немде сұрақ, шешем сұрақ беру, мен жауап беру. Соны жазған нем. Ата-анаңа сыйың дейді, шешем сұрап отыр. Өмірге жылап келгенде мені қуату сіздерге қарыз болса, маған сіздер бұл келген ренжітпес шығарып салу қарыз деп. Ешқайсысын бөлінбаймыз қазір мысалда көбіміз. Енді екінші жаңағы әкем маған не айтты, құда қаласа мына қажетесін берді де мына үстелін сен алып кеткен. Кісі ғой деп қарамайтындардан ба дейді. Сұраққа сұрайын. Үміт қай уақытта сөнеді дейді, әкем сұрақ қой. Үнсіз жатқанға қалай жақындауға болады дейді. Менің осындай немен. Арайлы таңды немен күтесің деп әкем сұрақ қойыпты. Үмітсіз жүргенге бола ма дейді. Қысқай. Сөзді көресің. Обманчивая жизнь дейтін осы кішкене кітабым. Пусть брениями узнает голос моей души через эти стихи дейді. Авторды. Мені сондықтан осы кітаптарды не? Енді мына кітаптар жаңадан шығып жатқан не? Ол кітап «Идеал человечества» деп аталады. Міне Лев Николаевич Толстойдың 190 жылдығына арналған. Посвящается 190-летию рождения Льва Николаевича Толстого. Москва қаласында шықты. Бұл кітап қазір бізде аздау. Алла бірінші Алла разы болсын, екінші мына мектептің директоріне, оның үстіне мына жаңағы директордың орынбасары Лаураға үлкен рахметіне басқастарымыз отырып. Сондықтан мен бағана айттым ғой, сіздер мен дұрыс сендер ертең бітіріп кетесіздер, неғып кетесіздер. Мемлекеттен кейін қайттан келіп мына жерге келуге намыстанады. Мен өзім бітірген мектебіме жылына бір рет барамын. Шетелімде жаңа ұстаздардың бәрін шақырып алып, өздерінің буфетінде, өздерінің несінде отырып. Шай анаммен не қыламын да, кешке жақын, жаңаға барамыз, давай деймін соның ұстаздардың бәріне. Мен сен айтып тұрмайым соны. Ұстаз сыйлаған, жерде қалмайды. Атанан сыйлаған, мына әлемде бақытсыз болу мүмкін емес. Сондықтан енді Алланың сөзін барлықтарын айтып жүрмін. Менімен бір рет кездескен адам мына дүниеде бақытсыз болу мүмкін емес. Мен бақыт. Ал енді бұлай қылайын. Әбел аға, сізге бір сұрақ. Адамзаттың мақтанышы «Идеал человечества» 4 томдық роман эпопеяңыз не жайлы?
бұл кісілерге қызық болып тұр. Биылғы жылы Лев Николаевич Толстойдың 190 жылдығына барып қайттыңыз. Сізбен бірге мен де барып қайдым, рахмет Әбен аға. Енді таңдаңдар, 153 мемлекеттен келіп тұр. 153 мемлекеттің ішінде мен қазақша сөйлеп тұрмын. Керек адам түсін, керек адам түсін. Себебі біз ортамызда бір орыс сөйлесе, 30 қазақ орысша сөйлеп кетеміз, бәріміз. Сыйлаймыз ғой, сыйлаймыз. А бізде? А бізде мысалы жаңа Мұхтар Шахан қазақша сөйледі дейді, анау жаңа қазақша, мынау қазақша сөйлейді. Ал енді жаңағы кешегі дүниежүзілік ақын жазушылар кездесуінде өзі аузы қисайып, не тұрдырса керек не? Түсінсең ғой, түсінбесе қойсын, Алла үшін сен. А бізде не жазамыз? Көбіне көп кітапты біреу үшін жазамыз. Президент үшін жазамыз. Жоқ, халық үшін жазу керек. Сосын одан кейін, ертең тағы да айтылып отырған, қыздар, жігіттер, сіздер ертең үйленесіздер, азамат боласыздар. Мына қазіргі біздің ажырасып жүрген қарындастарымыздың, қыздарымыздың бәрі неге жігіттердің? Біріне сұрақ қояды, неге деген? Болды, неге деген сұрақ. Неге сен кешіктің дедің ме? Ана әйелің бітті болды. Саған қолы артып келе береді. Ал енді сен жаңа байыңа, неге сен мына айлық азайып қалды дедің ме? Болады. Міне мысалы, өмірде тағы да бір нәрсені айтайын. Бұл өмірде болып жатқан нәрсе. Мен енді 10 жасарым, 9 жасарым әкем алдынан жүгіріп шығам жаңа. Ағайын туысқан балдар бар, 5-6 жыл келе жатыр, 5-6 жылдың алдында мен де жүрем. Сонда мен әкем бір пышақ сүйреп ұстап алады. Жалдан үші. Тойдан келе жатады ғой, құдай таматы. Сонда жаңа мен бүйтіп бұлай істейді артынан. Аналар жаңа шалдар, әкем неге, ана балдарға, балдар әкесі беріп жатады кәмпит. Менің әкем кәмпит бермейді. Папа неге бермейсің десем айтады, балам сенің о дейді, ұрыстен сенің жоқ екен дейді. Неге мыналар келесем? Бұлар ұрлап алған кәмпитін беріп жатыр, маған ондай бала керек емес дейді. Неге қалай деймін? Кейіннен соң қарасам, мына тойға келеді ғой, құдай тамаққа келеді. Ана 5-6 әдемі кәмпит тұрады ғой. Ана елжет ал дегенше ана лып етіп қалтасы сап алады. Вот сен мен әкеп сен деген ұрып кәмпитті береді оларға. Апай дұрыс па? Так, апайды ортаға шақырайық, Әмен аға. Қыздарбекова Лаура Төлеуовна, әдебиетке деген сүйіспеншілігіңіз, ұлағатты ой пікіріңіз және еліміздің рухани өркендеуіне сіңірген мол еңбегіңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Экономика ғылымдарының докторы, профессор, академик, жазушы, генерал-майор, Бейбітшілік әлемі халықаралық бірлестігінің президенті, Бейбітшілік әлемі халықаралық бірлестігі Астанада юстицияда тіркелген, және халықаралық адам құқығын қорғау комитеті Франция мемлекеті Париж қаласында тіркелген халықаралық ұйым. Осы ұйымның Қазақстандағы және Орта Азиядағы өкілдігінің президенті генерал-майор Әбен Алдабергенұлы Нұрманов ағамыздың алғыс хатын қабыл етіңіз. Алғыс хатты екінші бір айта берді, мына ризашылығымыз үшін. Көрдіңіз, көп адам түсінбейді. Ағылшын тілінде мөрі бар халықаралық алғыс хатты қабыл етіңіз. Айнұр Есенбаевна. Енді Сәуле ортаға шығыңыз. Ортаға тұрыңыз. Енді Сәулеге қараңыздар, Сәулеге. Күнделікті осылай жүреді, жадырап жүреді, күліп жүреді. Менше? Себебі біз Әбен ағаның шәкіртіміз. Қуаныш шақырады деп бізге құйып тастағанда Әбен ағамыз. Бақытты адам ғой өмірде. Қараңыздар. Рас қой. Сәуле Есенғалиевна Сатаева. Хидуан Арман деген жігіт.
қойды. Сізге ризық ашылыққа тапсырамыз. Құрметті Әбен аға, біз бүгін біздің зияткерлік мектебімізге алтын уақытымызды бөліп, өз ой пікірлеріңізбен бөлісіп, бүкіл ақылыңызды айтып, осыған үлкен рахмет. Енді біздің мектептің атынан балалардың өздерінің қолынан шыққан қазақтың мына керемет шаңырағы және біздің мектептің логотипі осы өскелең ұрпақты осындай кішкентай ғана жапырақтан бастап үлкен сіз сияқты тамыры терең жайған атақты керемет үлкен тұлға ретінде бейнелеп. Мен әлі бұған 18 жасқа толған жоқпын, ата деген нәрсені қой. Сондықтан сізге осындай бір әдемі ескерткішті сыйлағымыз келіп отыр. Одан кейін өзіңіз айтып отырсыз, кітаптан артық дүние жоқ. Сондықтан осы кітап біздің мектептің атынан өзіңіздің бір музей ретінде ма, әлде болса бізден де бір кішігірім ескерткіш.